Саламатсыздар. Біз бүгін маршмеллоу дайындайтын боламыз. Оған бізге керегі 10 грамм желатин, 60 граммнан 2 стакан су, май, 200 грамм қант. Біздің ыдысымызды маршмеллоу жабыспау үшін жақсылап майлаймыз. Алпыс грамм суымызды 10 грамм желатинге қосамыз. Екі жүз грамм қантымызды 60 грамм суымызға қосып, араластырып, баяу отқа қоямыз. Осылай аппақ болып, көпіріп қайнағанша араластырамыз. Желатинімізді водяной баняда ерітіп аламыз. Ыстықта еріген қантымызға желатинді қосып, миксермен араластырамыз. 7-10 минут аппақ болып көпіргенше осылай араластырамыз. Осындай формада болу керек, аппақ болып, созылып тұру керек. Енді майланған ыдысымызға маршмеллоуды саламыз. Енді сарафанымыздың шетінде майлап, бетін жабамыз. Өстіп бетін жауып, кемінде 2 сағатқа холодильникке қоюымыз керек. Міне маршмеллоуымыз дайын. Енді сарафаннан шығарып кесеміз. Енді 1 ас қасық кукурузный крахмалмен 1 ас қасық қант ұнтағын араластырып, осылай тақтайға немесе тарелкаға кесеміз. Міне маршмеллоуымыз дайын. Осы рецепт ұнаса, міндетті түрде жасап, дайындап көріңіздер. Каналымызға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.